Сәлем достар, мен бүгін сіздерге етті қалай таңдау керек және де бес бармаққа қандай еттерді салған дұрыс, сол туралы айтып өтпекшімін. Кейбір жас келіндер немесе енесі бір жерге кеткен кезде бес бармаққа қалай ет салу керек екендігін білмейтін кісілер бар, иә, соларға пайдалы болсам деймін. Егер сізді қызықтырса, менің каналыма жазылып, лайк басып, пікір жазып кетіңіздер. Міне мынандай ет таңдаған дұрыс. Негізі мына жерде сүйегі өте аз, және де ет қызыл, свежий бассақ қайтып орнына келеді. Және осымен бірге мына жерде қарап отырсаңыздар, май аз, иә, етте. Енді бес бармақ дәмді болу үшін біз мынандай майлы еттен де қосуымыз керек. Сүйегі бар. Неге майлы ет дейсіз? Біреулер майды ұнатпайды, бірақ бес бармақтың дәмі осындай майлы ет қосқан кезде өте дәмді болады. Мен өзім мысалы қабырғаның етін жақсы көремін. Қабырғаның еті өте дәмді болады. Міне көріп тұрғандарыңыздай майлы етін осыны бес бармаққа қосамын. Және де міне мынандай жіліктің ішінде міне майы бар. Осындай жіліктің бастарын қосқан дұрыс. Ол жерде ет өте көп, және де мына сүйектің дәмі, мына майдың дәмі сорпаға шығып, бес бармақ өте дәмді болады. Сіздерге ұнаса, лайк басыңыздар, және де келесі видеода осы еттерді қалай тұздауға болады, соны көрсетемін.